Сәлеметсіздер ме балалар? Отырамыз көңіл күйлерің қалай? Ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастаймыз ме балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміздің тақырыбы ою-өрнектер. Ою-өрнектер дегенімізді қалай түсінеміз балалар? Ою-өрнектер дегеніміз не? Бұл оюлар. Біздің қазағымыздың салт-дәстүрімізді жиынтығы ою-өрнектердің түрлері өте көп балалар. Біз бүгін соның 5 түріне шағысамыз. Бірінші қуаз мойын, екінші түйе табан, үшінші сынық мүйіз, төртінші құс қанаты, бесінші қошқар мүйіз. Бұлардың барлығының аттары біздің ата-бабаларымыз қандай неге жануарлар жабылсын, не болмаса қандай да бір құстарға ұқсағандықтан оюлардың түрлерін соған байланысты қойған. Мысалға мына қаз мойын ойынын қараңдар, қаздың мойны сияқты иіліп тұрғандықтан бұл қаз мойын ойынының атын қаз мойын деп қойған. Ал келесі сынық мүйіз қараңдар балалар, мүйізге ұқсап тұр иә? Сынық мүйіз деп аталады. Ал мына ойынды қараңдар, неге ұқсайды балалар? Бұл құс қанаты деген ойын. Иә, құс қанаты. Ал мынау қандай ойын деп ойлайсыздар балалар? Неге ұқсап тұр? Қошқардың мүйізіне ұқсайды, иә? Бұл қошқар мүйіз деп аталады балалар. Енді біз бұл ойындардың барлығын біздің ата-бабаларымыз барлық өзімізге керекті құрал-жабдықтарымызға пайдаланған. Мынау затты қалай аталынады? Сандық. Міне сандықтың үстінде қараңдар, қандай ойынсыз және үлкен түйе табан ойыны бейнеленген сандықтың үстінде. Ал міне қараңдар, мында қошқар мүйізде ою бейнеленген. Міне біздің ыдыс-аяқтарымызда барлығында қазақтың ою-өрнектері бейнеленеді. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты балалар тапсырма орындаймыз. Ол тапсырма орындалушы бірінші мүйіз көріп алайық иә балалар? Siz kimsiniz? Arkadaşlar, mutlaka bilmiyorum. Benim yollarımda bizimle neydi paylaşıyorsunuz? Bizimle paylaşmak için bir kayıp sizinle benimle ilgili götürün. Her olduğumuz kadar kadar Балалар қазір екеуміз жасаймыз. Қауіпсіздігін сақтаймыз, қолымызды бұлғамаймыз иә? Ақырын бастап бояймыз. Ұқтық па балалар? Енді бастаймыз кәне. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз ұнады ма? Егер ұнаған болса, сендерге бағдаршамның жасыл түсін басамыз. Егер ұйымдастырылған іс-әрекет болса,
сыныпта